Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Alloh taolo maqtov payg'ambarimiz Allohning salavati men salami bo'lsin. Bugun payg'ambarlarning qissalaridan Hud payg'ambarning qissasini boshlaymiz inshaalloh. Hud alayhissalom Qur'onda u kishining ati bilan sura atalgan. Hud degan Qur'onda sura bor. Hud payg'ambar Ad degan qavmga jiberilgan. Ol turali Qur'onda mine Estağfirullah. Wa ila Adin akhahum Huda. Ad qavmina bavurlari Hud payg'ambarni payg'ambar qilib jibergan edi deydi. Bu qavm Arab qavm bo'lgan, ulti Arab bo'lgan. Arablar bir necha topqa bo'linadi. Birinchisi жоғалып ketgan Arablar deydi. Joyilib ketgan Arablar. Sol joyilgan Arablarning qatorina kiradi. Bu qavm Arab jazirasining Arab tubegining жарты аралының оңтүстігінде өмір сүрген. Ол жерде Ahqaf деп аталады. Ahqaf деген сондай құмды Сахара шөлді жер. Сол жерде игеріп, сол жерде егіс даласын айналдырып, жаңбырмен суарылатын егіндікке айналдырады. Ад қауымы Нух алейхиссаламның біз алдыңғы Нух пайғамбардың қиссасын айтқан кезде 3 баласы болған деп айтқанбыз. Сәм, Хам және Яфес деген. Сол Сәм деген баласынан тараған. Сәмнен Ирам деген кісі болған аталарында. Ол туралы Құранда Ирам зәтил имад деп Ирам деп айтылады. Ирам деп аталған бұл халық. Ад деп аталған. Ад деген сол аталарының бір аты. Ад қауымы Аллах тағала оларды жер бетінде не нәрсемен ерекшелеген, денелерінің үлкендігімен. Аллах тағала оларға сондай зор үлкен денелер берген. Өз заманында сондай бойлары ұзын, денелі, күшті қауым болған. Бойлар дейді тіпті бір риуаяттарда сондай 100 шынтақтан да асатын болған еді. Қаншалықты рас екен білмеймін. Адам алейхиссаламның өзінің бойы 60 шынтақ болған болса, соған барабар сондай орысша айтқанда великан болған. Сол замандарда. Сол күш қуаты, денелерінің үлкендігі, зорлығын пайдаланып, жан-жағында халықтарға, елдерге шабуыл жасап, шектен шығатын қауым болған. Және бұл қауымда бұлар мұсылман еді басында, бір Алла құлшылық қылатын еді, Аллахқа серік қоспайтын еді, бірақ кейін уақыт өте келе бұлар Аллахқа серік қосып бастайды. Аллахқа серік қосу деген, ширк деген күнә пайда болған кезде, Аллах Тағала ол қауымды ескерту үшін араларында Худ деген кісіні таңдап, пайғамбар қылып Жибрил алейхиссаламды жіберіп, оған қауымыңа ескерт деп, сондай пайғамбарлық береді. Содан Худ жатпай тұрмай қауымын ескерте бастайды. Қала я қауми убудуллаха ма лакум мин илахин ғайру. Деді қауымын айтады, ей қауымым, Аллаға ғана құлшылық қылыңдар, одан басқа сендердің құдайларың жоқ, деп айтады. Ин антум илля муфтарун. Я қауми ла ас'алукум алейхи аджра. Ей қауымым, бұл айтқан насихат уағыздарыма сендерден бір ақы, ақша, мал дүние талап еткен жоқпын ғой дейді. Ин әжрия илля алаллади фатарани. Менің әжір сауабым дейді, мені жаратқан Аллаға тән. Алла Тағаладан үміт етемін, оны сіздерден үміт етпеймін. Содан қауымы Худ алейхиссаламды ақмақ деп айыптайды. Сәфих дейді, сен ақмақ екенсің. Аталарымыз табынған, аталарымыз сиынған нәрседен қайтарып атсың ба бізді? Деп оны ақмақ дейді.
бүкіл пайғамбарлардың қиссаларына қарасақ, қауымы әрдайым өзінің пайғамбарларын біреулері жынды деген, біреулері ақмақ деген, біреулері тағы басқа атаулармен атап, сондай әртүрлі лақаптар қоятын болған. Худ пайғамбарға сәфих деп, ақмақ деп айтады. Сонда Худ алейхиссалам ашуланбастан айтады: ей қауымым, менде ешқандай да ақмақтық жоқ. Мен тек қана сендерге жіберген Алланың елшісімін деп оларды жұмсақтықпен ескертеді. Одан қауымы Худтың ізіне ермегеннен кейін Аллах Тағала олардың сол зор денелерін, күш-қуаттарын алып қойған дейді. Және бұл Худ пайғамбардың қауымы, Ад қауымы, сол күш-қуаттарын пайдаланып өз заманында үлкен ғимараттар салатын болған. Биік. Тіпті сол ғимараттар, биік үйлер сала бергені сонша, керек емес адам тұрмайтын үйлерді де сала беретін болған. Біздің заманда да сол қателікті қайталап атқан адамдар бар, байлар. Пайдасы жоқ үлкен сарайларды салып тастайды, адам тұрмайтын. Құран айтады: сендер әрбір төбешікке үй сала бересіңдер дейді, үлкен башнялар. Мақсаттарың құр ойын ермек болған. Дейді, құр ойнап жүрген адамсыңдар дейді. Содан бұл қауымды Аллах Тағала оянсын, күфірліктерінен қайтсын деп күш-қуаттарын алып қояды. Және жаңбыр жаудырмай қояды. Осы аяттың жалғасында Худ алейхиссалам былай деп шақырып жатыр өзі қауымын: «Я қауми истағфиру раббакум, ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم». Сонда Худ пайғамбар: бұл сендердің бастарыңа келген бәле, жаңбырдың жаумай қалуы, күш-қуаттарыңнан айырылып қалуларың, күнәларыңның кесірі. Аллахқа бойсынбай жатсыңдар, Аллахқа серік қосып жатсыңдар, маған ілеспей жатсыңдар, пайғамбарларыңа жауап бермей жатсыңдар. Ей қауымым, Раббыларыңнан кешірім сұраңдар, тәубе етіңдер бұл ширктен, күнәлардан, қасарысудан. Сонда нәтиже не болады? Нәтиже аспаннан сендерге жаңбыр жаудырады, күш-қуаттарыңды арттырады деген. Күш-қуаттарыңа күш-қуат қосады деген. Және қылмыскер болған халде бет бұрмаңдар дейді. Және бұл аяттан көретініміз тағы, бұл аят тек қана ол қауымға ғана қатысы жоқ, Аллах Тағала бекер Құранда келтіріп тұрған жоқ бұл аятты. Қай бір елде, қай бір мұсылмандар тұратын жерде жаңбыр жаумай жатса, бұл сол мұсылмандардың бұзылып күнәға берілгеннен оларға сол истисқа намазына шығып, Аллахтан кешірім сұрап, көбірек тәубе ету керек. Сонда Аллах Тағала оларға сондай жібереді, өзінің жаңбырын жібереді. Оған дәлеліміз Омар радиаллаху анхудың заманында, Омар деген мұсылмандардың халифасы болған, жаңбыр жаумай қояды. Сол кезде мұсылмандар истисқа деген намаз бар, жаңбыр сұрау намаз, 2 ракат намаз оқып, Аллахтан алақан жайып жаңбыр сұрайды. Пайғамбарымыз оқыған жаңбыр сұрау намазын киімін теріс киіп алатын болған дегендер риуаят бір өзін аянышты халде шығаратын болған. Содан Омар радиаллаху анху истисқа намазында көп Аллах Тағаладан кешірім сұрайды: Алла, күнәларымызды кешіре көр, я Алла, күнәларымызды кешіре көр, я Алла, күнәларымызды кешіре көр деп. Содан бір кісі таң қалып: я әмирил муъминин, бұл бір жаңбыр сұрау намаз емес, бұл бір Аллахтан кешірім сұрау намазына ұқсап қалды ғой дегенде айтқан: иә деген. Сөйтіп Құрандағы Нух пайғамбардың сөзін келтіреді дәлел ретінде: мен оларға Аллахтан кешірім сұраңдар деп айттым. Аспаннан сендерге жаңбыр жаудырады Аллах Тағала деп Құранда Нух пайғамбардың сөзімен айтқан жоқ па еді? Аллахтан Раббыларынан кешірім сұраңдар, сонда аспаннан жаңбыр жаудырады деп. Сол сияқты Худ пайғамбардың қауымы да жаңбырсыз қалған кезде Худ пайғамбар
Оларға айтады, Раббыларынан кешірім сұрап тәубе етсеңдер, маған ілесіңдер, мұсылман болыңдар, Аллахқа серік қосудан тәубе етіңдер. Аллах сонда жаңбыр жаудырады сендерге. Күш-қуаттарың күш-қуат қосады. Сол үшін адам әлсіздік бойынан табылатын болса, әрдайым ауыра беретін болса, әлсіз болатын болса, күш-қуатына күш-қуат қосылып, энергиясына энергия қосылғанын қаласа, осы аятқа амал қылу керек ол да. Аллах тағаладан кешірім сұрап тәубе ету керек. Көп истиғфар ету керек. Содан Худ пайғамбар қауымын шақырады, бірақ Худ пайғамбардың мұғжизасы туралы айтылмайды Құранда. Осы жерде міне аяттың жалғасында міне қауымы айтады: "Қалу я Худ ма жи'тана бибайнаtin ва ма нахну битарики алихатина ан қаулик ва ма нахну лака бимуъминин." Ей Худ дейді, сен өзіңмен бір дәлел құжат әкелмедің бізге пайғамбарлығыңа. Біз сен айтты екен деп құдайларымызды тастап қоймаймыз. Біз саған сенбейміз деп айтты. Яғни ең жаманы Худқа мынандай бір айып тағады. Қазірде соған ұқсайтын сөздерді айтып жүр кейбір Аллахқа серік қосып жүрген кісілер. Міне құлақ асамыз. "Ин нақулу илля тарака ба'ду алихатина бису." Біз айтамыз дейді, біздің сеніп жүрген кейбір құдайларымыздың кесірі саған тиген екен деп айтамыз дейді. Яғни сен бұлай біздің құдайларымыз туралы айтып жүргенің дейді, біздің құдайларымыз саған зиян қылған екен. Содан сен ақмақ болып қалған екенсің. Біздің құдайларымыздың кесірі жамандығы саған тиген екен деп, сондай құдайлардан қорқатын болған. Жалған бір тастан қашап алған, ағаштан қасап алған нәрселермен қорқытқан. Қазірде біздің заманда қазақтардың ішінде әруаққа сыйынатын адамдар бар ғой. Аллахқа ғана сыйын, бірақ Құдайдан сұра десең, жоқ, ата-бабамыз аруаққа сыйынған, аруаққа сыйынатын қазақ болайық деп жүрген де бар мысалы. Солардың біреуіне, аруаққа сыйынба, бір Алла құлшылық қыл, аруақ ол әлсіз адам өзіңдей, сен пайда зиян келтіре алмайды десе, олар да осы Худ пайғамбардың қауымы айтқан сөзді айтады. Ей, аруақ туралы айта берме. Аруақтың киесі тиеді саған. Аруақ аузыңа сейіп кетеді сенің деп сондай бір сөздер айтады. Бұл да бір ширктің көрінісі, Аллахтан басқа нәрседен қорқу. Адам аруақтан қорқатын болса, аруақ зиян қылады. Аруақ туралы жаман сөз сөйлесем, қазір аузыңа сейіп кетеді, жамандық келеді десе, бұл да бір үлкен Аллахқа серік қосу, ширктің бір көрінісі. Сосын аруақтан қорқудың қажеті жоқ. Аруақ бізге зиян да пайда да келтіре алмайды. Сонда Худ пайғамбардың осы жерде бір мұғжизасы көрінеді дейді. Енді ол Худ пайғамбардың қауымы өте күшті адамдар болған ғой енді. Дәу денелі, күшті адамдар болған. Жаңа айттық қой, көрші жатқан елдерге жөн жосықсыз барып соқтығатын, оларды өлтіріп мал-дүниесін тартып алып кететін сондай «Ида баташтум жаббарин» деп, егер сендерге бір қауымға тиіссеңдер, сондай бір шектен шығып кетесіңдер деп айтқан еді. Сонда осы жерде міне Худ пайғамбардың мұғжизасы болуы мүмкін осы жерде келесі айтатын сөзі. Сондай елдің алдына шығып айтып тұр ғой, бір Алла құлшылық қылыңдар деп. Сонда былай дейді Худ: "Қала инни ушхиду Аллаха ва ашхаду анни бариун мимма тушрикуна мин дуни факидуни жамиан сумма ла тунзирун." Сонда Худ алейхиссалам бәріне былай деп айтады: "Мен Алланы куә етемін, және сендер де куә болыңдар" дейді бәрі. "Мен сендердің Алладан бөлек сыйынып атырған нәрселеріңнен бас тарттым. Мен сыйынбаймын, оған дұшпанмын. Мен жек көрем Аллахтан басқа сыйынылған нәрсені" деп, сол жерде өзінің бір Аллаға ғана құлшылық қылатындығын, Аллахқа серік қоспайтын, аруаққа, тасқа, ағашқа, еш нәрсеге сыйынбайтындығын жариялайды. Және былай айтады: "Сендер өздерің күшті, ешкім бізге төтеп бере алмайды. Жер бетінде бізден күшті кім бар деп дандайсыңдар ғой. Қане, факидуни жамиан, барлығың маған қарсы тұрыңдар қане.
Meni өлтүрүп көрүңдер, маған зыян кылып көрүңдер.